Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Бейбет. Достар, бүгін біз сіздерге Melon Play Games-тегі бір новый персонаждарды көрсететін боламыз. Новый персонаж дегенде мынаған кірістер ол үшін персонаж дегенде кәдімгі 4 персонажды новый қылып шығаруға болады. Мысалы қараңыздар. Мойным ауырып кетті. Достар, көптен бері видео шықпай кетті, иә, оны білем. Оның өзінің шаруалары бар. Қараңыздар. Бұлайынан қойып шығайық. Бұны қойды. Бірінші очередіне жасыл. Қараңыздар, битейік. Абайлап істеу керек, достар. Оның еш жерін сындырып алмау керек. Үстіп, істеп. Вот. Қараңыздар. Тез болды бұл. Қараңыздар. Вот бұл қызыл персонаж болып шығады, қараңыздар. Қызыл персонажға қазір бұны түрілтейік. Қаран алайықта. Майтқы жереге. Дай. Ай бұл. Міне. Все болды. Опа. Дай тұр енді. Жоқылып таяқ, достар, міне қараңыздар. Қазір. Міне, достар, новый персонаж болып шықты, қып-қызыл. Ал мына персонажды көрегенде бұны жылдамдатып істеп істей беру керек. Жылдам істеу керек. Опа. Міне, достар, жайлап айланып отыр. Достар, қараңыздар, қандай жылдам бұл кетті. Опа, тоқта. Міне, достар, біздің екінші персонажымыз. Бұған да тоже жаңылдегін тығамыз. Жаңылдегі укол тығайық. Ой, бұл мынағантық жерім. Кешір. Ой, бұл, бат кетпе. Міне, достар, қараңдар. Екінші персонажымыз. Міне. Бұл жерде, достар, персонажымызды қараңыздар. Вот, бірінші персонаж жасыл. Мынау екінші персонаж. Үшінші персонаж мынау, төртінші персонаж мынау. Короче, сіздерге көрсететін боламын қазір. Біз мына жерге укол тайында қоя берейік. Битікті, кішкене битікті. Мұнан көрейік. Опа. Оп, істей берейік. Опа, болды. Ой, бұл мұна сек қыл жерді қой. Достар, бұны мультфильмді қылуға болады. Сек сондай мультфильмге де айландыруға болады еще. Ой. Походу, мен оны өлтіріп алған сияқтым. Бөліп сан сияқтым дегенім. Мына жерден алайық. Бұл, достар, лимон ба? Сондай ау. Міне. Болды. Қой демей. Қой, болды. Болды дейм. Все, тұр ойны. Тұр. Мынаны тық жерейік. Дай. Все, болды. Опа, мына жерге қояйық бұны. Опа, достар, не? 3 персонаж, достар, новый. Арна тірке лайк басып отырыңыздар. Бұл персонажден барлығыңыз білетін шығарсыздар қандай болатын. Бұл алма, сап-сары болып кетеді. Міне. Опа. Тоқта. Абайла. Опа. Өлмейтін мұнан басып жерейік. Все, болды ма? Все, достар. Қараңыздар, новийден 3 персонаж. Мұны аяқ кішкене сек болып қалыпты. Достар, естіп істеулеріңізге болады, қараңыздар. Новый 3 персонаж, мыналарға да 3 андай мына уколтық қояйық. Әйтпесе бұларды өліп қалып жүрір тағы да аналардың ударларынан. Мынаған тығайғанда. Давай. Арна тірке лайк басып отырыңыздар, достар, сіздер. Ренжімеңіздер, енді көптен бері видео шықпай кетті. Оның да бір-екі себептері бар. Бұл біріншісі сабақ болса, екіншісі басқа себептері. Міне, достар, 3 персонаж. Ой, мына. Ой, абайла. Ой, аяқ қайыс қалой бейшара. Жалпы, достар, мен бұлар төбелестіретін боламын. Келесі бөлімде, ой, қасқа. Тұрай, отырма. Ой, қасқа. Келесі бөлімде, достар, осыларды бір-бірімен төбелестіретін боламын. Байлан алдыға қаратты шығайық.
сіздер жай ғана арна тіркеу лайк басып отырсаңыздар болды. Короче, былайынан салып қалады. Ой, бұл ұшты ғана. Үстіне дәл қонады. Опа. Оп, достар, міне осыны 3 новый персонаж шығаруға болады. Мынадан, достар, мына персонаж шықты. Мынаның бауыры. Бұның бауыры мынауы. Мынаның бауыры мынауы. Мынаның бауыры сары, мынаның бауыры қызыл. Достар, не үшін бірден қызыл болып кетті айтайын ба? Себебі мына су өте қатты ыстық болғандықтан, достар, қараңыздар. Бұның ыстықтығынан мына денесі, мына адам ұрған кезде қып-қызыл қан шығады, сол себепті теріле еті алынып, бұл сразу қан болып кетті. Атака титан қылуға болады. Ал мынау адам емес енді бұл. Бұл денесі ұрсаң бұда қан шықпайды. Басқаша қан шығады. Мынадан да тоже өз сияқты розовый қан шығады, қызыл сары дегенім. Мынадан енді сап-сары алма ғой бұл. Алманың да алма шығады ғой бұдан. Қараңыздар, қызылдан короче, мынандай қан шығады. Міне достар, қараңыздар, міне осындай шығады, осындай сап-сары шығады. Достар, келесі бөлімнің атака титан туралы түсір десеңіздер, достар, смело түсіретін боламын. Сіздер арна тіркеуге лайк басып отырыңыздар. Қазір де былайынан атака титан қылуға болады. Ой, кешір. Мысалы, достар, битіп былайынан үлкейіп жүрсеңіз, все болды. Мен атака титанмын. Атака титан анимені кім біледі, достар? Анимесі да бар, киносы да бар. Қараңыздар. Бірде, ой, бұл қатты неден қат қалды ғой, что-то ойын. Былайынан қойып мына жерге. 3 персонажды лақтыра салайық. Ай, бейшара, тұра алмай жатыр мынау. Достар, келесі видеода атака титан туралы түсір десеңіздер, смело түсіретін боламын. Достар, тағы да айта кететін жайт, жалпы мына жерден қалай көлік істеуге болады, қараңыздар. Үстіп, мына жерге мынаны қойып, мынаны былайынан қойсаңыздар, ой, бұл қисық қойып жерін. Жалпы қисық қойсаңыздар да болады, енді өздеріңіз біліңіздер. Әйтеуір осы ортасына қисық қойып болды, достар. Міне. Ой, бұл кешір. Қараңыздар, битсеңіз, былайынан жүретін болады. Көпсі, достар, осындайдан қалай көлік жасау керек екенін білмейтін шығар, енді білетіндер де бар. Білмейтіндерге қарап кетіңіздер, достар, білмейтіндер. Осы жерден, достар, естіп бізге қазір мен гольф машинасын жасайын. Гольфный машина. Кішкентай көлік жасайын. Қараңыздар, үлкен көлік жасау үшін үлкен қылып создыру керек. Танк жасауға болады еще. Мысалы, мен сіздерге көрсеткен болатын бір видеода дигл жасаған сияқты. Дәл солай ұшағына, короче, не қойып, ұшағын кішкене ұзартып, сөйтіп не қылып танк жасауға да болады, жүретін танкі қылуға да болады. Мынаны битіп, мынаны кішкене өйстіп майыстырайық та, достар. Содан кейін мынаны басып, бір-біріне жабыстыру керек. Осылай, достар, қыстырып шығайық. Ой, бұл мына қисық қыстырып қойдым. Опа деп абайлап қыстырып шығайық, достар. Содан кейін барып бізге, достар, мынау керек. Қазір, достар, не істейтін көресіздер. Мынадан мынаған, мынаған. Содан кейін болды. Ал енді керек емес. Мынаны басайық. Мынаны басып кішкене үлкейтейік. Содан кейін өшіп таяқта, мына жерге қояйық. Міне, достар, қараңыздар, гольф машинасы болды. Жүрет алдыға, артқа, оңға, солға. Еще бұның алдына темірлерді қойып, танк істеуге де болады, достар, қараңыздар. Мына жерге біз адам сыйма көрейікші. Ой, бұл адам сыймайды ғой мұнан. Ой, бұл ренжімеңіздер, достар, енді. Женімнің жертісі жоқ қой, дейма. Онда, достар, мынаны кішірейтік кішкене. Мына көлікке лайк қыл қойықта. Қан. Опа, все болды, достар. Мынадан лайк болды. Ал енді, достар, бізге орындық керек. Бұлай не қылмай қойын. Бұны енді бұлай қысыр қойыға. Кішкене байлай қойық. Аяғын бұлайнан.
өйстіп бас жағын жоғарысына қысырып қояйық достар. Ал енді мынаны отырғызайық. Бүйтейік. Екі қолын бүйтейік достар. Кішкене созайық бұны. Міне. Ойбай, белін жұлып алдым қасқаның. Жертынан бүйтейік, созайық. Мен не болып кетті? Дай, отыр. Ай, хорош. Енді бұны қыстырып қоя салайық. Қазір түсіп кетіп жатыр. Все болды. Басына қыстыра салайықшы, случайно. Қайқа? Міне. Байнан қыстырып қоя салайық. Опа. Все болды. Енді бұны қарап отыра аламыз. Мұнан басай қол үшін все кетіп. Деп қарап отыруға болады достар. Опа. Ой, мұнан жай қылайықшы давай. Қалай жүр ме? Қайық қылдыруға болады достар. Кеме, қайық. Ой. Кетік жоғарыға. Ма. Дәл мына жер кейін кезде басып қаламын менде. Опа достар, осылай көлік жасауға болады. Бейшара мына сүйек болыпты ғой. Ал сіздермен болғанмен мистер Бибет, келесі жүздескеше қош сау болыңыздар.